Орыс жерінде аңшылар қолына түскен ұрғашы қара адамы туралы естіп пе едіңіз? Бұл оқиға 19 ғасырдың соңында және 20 ғасырдың басында Кавказ аймағында, Абхазияда тіркелген. Әңгіме Зана есімді әйел туралы. Ол адам мен табиғат арасындағы шекара сызығын өшіріп, көптеген аңыздарға себеп болды. Зананың тарихы шамамен 1850 жылдары басталған. Оны Кавказ тауларының ормандарында аңшылар тапқан. Әдеттегі адамға ұқсамаған Зананы ауыл тұрғындары қолға түсіріп, оны адамша өмір сүруге бейімдей бастады. Оның денесін қалың түк басқан, бойы өте ұзын, ал бұлшық еттері ерекше күшті болған. Зананың сырт келбеті мен мінез құлқы ауыл адамдарын таң қалдырғаны сонша, олар оны басқа бір түрдің өкілі деп санаған. Зана адамдармен алғашқы кездесуінде өте жабайы мінез көрсеткен. Ол адамдардан қашуға тырысып, сөйлеудің орнына белгісіз айқайлар мен дыбыстар шығарған. Оның адамдарға бейімделуі көп уақыт алған. Бірнеше жылдар бойы тұрғындар оны үйретіп, ауыл өміріне бейімдеп, тіпті тұрмыстық жұмыстарға да үйреткен. Куәгерлердің айтуынша, Зананың күші өте ерекше болған. Ол ауыр заттарды оңай көтеріп, ер адамдардың өзі орындай алмайтын жұмыстарды атқара алған. Кейбір адамдардың айтуынша оның жүгіруі жылдам, ал төзімділігі адам сенгісіз деңгейде болған. Зана жергілікті ер адамдармен байланыста болып, бірнеше бала туғаны белгілі. Бұл балалар сыртқы келбеті жағынан адамдарға ұқсас болғанымен, дене бітімі ерекше мықты әрі төзімді болып өсіпті. Олардың кейбіреулері ауылда ұзақ өмір сүріп, қалыпты адамдарша өмір сүрген. Бұл Зананың тек аңыз емес, шынайы тарих болуы мүмкін екенін дәлелдейді. 1990 жылдары ғалымдар Зананың ұрпақтарының сүйек қалдықтарын зерттеп, олардың генетикалық ерекшеліктерін тексерген. Нәтижесінде бұл ұрпақтардың дыңқысы қазіргі адамдардың дыңқысынан айтарлықтай ерекшеленбеген. Кейбір зерттеушілер Зананы адамзаттың эволюциядан қалған ерекше тобының өкілі немесе басқа түрдің өкілі деп болжады. Бірақ нақты дәлелдер әлі күнге дейін жоқ. Зананың ең таңғаларлық қасиеті оның адамға ұқсамайтын сырт келбеті. Оның бет әлпеті жалпақ, мұрын сүйегі ерекше, ал терісі қою түсті болған. Дене бітімі өте ірі әрі мықты болғандықтан, ауыл тұрғындары оны кәдімгі адам емес, табиғаттың ерекше туындысы деп санаған. Зананың балаларын кімдер тудырды? Зананың балаларын көргендер оларды ерекше деп сипаттайды. Балалардың сыртқы түрі қарапайым адамдарға ұқсағанымен, күштері мен төзімділіктері ерекше болған. Олардың арасында бірі ұзақ өмір сүріп, қазіргі заманғы ұрпақтарына дейін жеткен. Ғалымдар бұл ұрпақтардың генетикалық ерекшеліктерін зерттеп, олардың адамдардан айтарлықтай айырмашылығы жоқ екенін анықтаған. Бірақ кейбір деректер генетикалық белгісіздіктерге нұсқайды. Зана туралы аңыздың шынайылығын тексеру қиын болды. Себебі оның өзі туралы жазбаша деректер қалдырмаған және барлық куәгерлердің айтқандары аңызға айналған. Тіпті оның ұрпақтары да өз тарихын нақты білмейді. Оның сүйектерін табу мен зерттеу ғылыми тұрғыдан үлкен қызығушылық тудырды. Бірақ генетикалық нәтижелер нақты жауап бере алған жоқ. Зана туралы жазған алғашқы куәгерлердің бірі, ресейлік ғалым Николай Миклухо-Маклай, ол Зананың сырт келбеті мен мінез құлқын жазып қалдырған. Бірақ оның жазбалары толық сақталмаған және аңыздарға байланысты толықтырулармен жеткізілген болуы мүмкін. Қазіргі заман ғалымдары бұл оқиғаны қайта қарап, генетикалық және антропологиялық зерттеулер жүргізіп келеді. Кейбір ғалымдар Зананы адам мен неандертальдықтың аралық түрі деп санаса, басқалары оны толықтай адамдар тобының ерекшелігі деп есептейді. Кейбір теориялар бойынша Зана тек оқшауланған жерде өмір сүрген адамзат тобының мүшесі болуы мүмкін. Бірақ оны қар адамы ретінде сипаттау, бәлкім, адамдардың қиялының нәтижесі. Себебі адамдар табиғаттың құпиясына әрқашан таң қалып келген. Қар адамы ма, әлде адамзаттың бір тармағы ма? Сіз не ойлайсыз? Зана шынымен жабайы табиғатта өмір сүрген ерекше адам ба, әлде бұл тек миф қана ма? Оқиға рас па, әлде тек қиялдың жемісі ме? Осы туралы өз пікіріңізді қалдырыңыз.